Баршаңызға сәлем. Бүгін ертегінің аты «Кім неден күшті?». Олай болса, ертегіні мұқият тыңдап, мағынасын түсініп алайық, балалар. Кім неден күшті? Ерте ертекен, ешкі жүні бөрт екен, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Мұзға барып қонған екен, жамбас ауырып қалған екен. Сол уақытта жасаған ием мұздан сұрапты: Мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, күн көзінен ермес едім. Күн, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бетімді бұлт басар ма еді? Бұлт, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, жауа жусан басын көгертпес пе едім? Жусан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, қошақан жермеді. Қошақан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құйрығымды қасқыр тартар ма еді? Қасқыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, мерген атып алар ма едім? Мерген, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, мылтығымның буын тышқан қияр ма еді? Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, ала жаздай жинаған азығымды құмырсқа тасып кетер ме еді? Құмырсқа, сен неден күшті болдың? Дегенде ол арқамнан 6 батпан, желкемнен 7 батпан ауырды көтергендіктен күшті болдым деген екен. Сонымен ертегі ұнаса, лайк басып, пікір басуды ұмытпа. Бұл ертегіні рөлге кіріп оқысаңыздар да болады. Өте қызықты ертегінің бірі.